Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Елбасы Қазақстан 2050 стратегиясында кәсіпкерлікті жан-жақты қолдауды, сондай-ақ олардың басын біріктіретін ұлттық палата құру қажеттігін баса айтқан болатын. Осыған орай біз бүгін кәсіпкерлердің ұлттық палатасына міндетті мүшеліктің тұжырымдамасын әзірлейтін Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономикалық палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахмет мырзамен сұхбаттасуды жөн көрдік. Қош келдіңіз, Абылай. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Жүріп жатқан байланыс телефонына 55-37-10 қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласуыңызға болады. Абылай, ең бірінші мен сұрағым, Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 2050 стратегиясына қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт атты жолдауындағы міндеттерді жүзеге асыруда Атамекенге үлкен міндет қойып отыр. Осыған байланысты бүгінгі қандай жұмыстар жасалып жатыр? Қайырлы күн, дұрыс айтып кеттіңіз. Осы жолдауында меніңше кәсіпкерлерге бір тарихи кезең деп те айтуға болады. Өйткені байқасаңыздар, елбасы кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау деген тақырыпта өзінің жолдауын айтты. Ол жұмыс басталып та кетті. Қазір біз үкіметпен осы жолдауды орындау мақсатында жан-жақты жұмыс топтарын құрып жұмыс басталды. Оның негізгі салаларын айтып кетейін. Ең бастысы қаржы көзі. Несиенің шағын орта бизнеске өзінің өндіріс көзін ашам, жұмысын бастайым деген азаматтарымызға қандай көмек көрсетті. Осы жағынан жаңа қаржы көздерін қарастыру тапсырылды бірінші. Осы тұрғыда біз ұлттық банк үкіметпен бірлесіп жұмысты бастадық. Осы жылдың шілде айына дейін өзіміздің ұсынысымызды енгіземіз. Осыдан 2 апта бұрын Атамекен форум деп аталатын біз өзіміз дөңгелек столға барлық осы қаржы саласындағы мықты кәсіпкерлердің бәрін шақырды. Қарағұсова ханым бар, Ертілесова ханым бар, Жандосов мырза бар, ұлттық банкте істеген азаматтар бар, сараптамалар бар. Сол талқылау жүргізіп, қазір ұлттық банк пен үкіметке өзіміздің ұсынысымызды бердік. Негізгі мақсат қазір дағдарыстан кейін банкілерде мынау қаражат ұзақ мерзімге арзан бағамен беретін несие көздері жетпей жатыр. Сыртқы нарық жабық әлі де бізге 9-10%-бен келеді. Банктер өзінің шығын қосқаннан кейін ол 14-16%-ға жетіп жатыр. Ал өткен жолы өзіңіз күзде әңгіме болғандай, негізгі мәселе ауыл шаруашылығында қазір 5-6% деп отырмыз, ал жалпы өндіріспен айналысатын орта шағын 7-8%-дан асырмай ұзақ жыл мерзім берді. Бұны негізгі үкімет немесе бюджет тарапынан берген қаржы арқылы жасауға болады. Осындай ұсыныстарымызды беріп отырмыз. Сондықтан осы шілде айына дейін ол бір сала. Екінші сала елбасының тапсырған салық саласында микробизнес деген ұғымды кіргізу. Яғни негізгі санды алып статистиканы қарасақ, 90% негізінен бізде шағын мен микробизнес. Ауыл жерде кішкене өзінің семьялық бизнес бар, оның бар микробизнес. Микробизнестің ең бір пайдалы заты ол халыққа жұмыс береді. Өз-өзін асырауға, өзінің отбасын ұстауға, өзінің бала шағасын оқытуға мүмкіншілік жасайды. Соған барлық жағдай жасалу керек. Ал ол біздің салық кодексімізде ондай ұғым жоқ. Ресейде, Белорусияда бар, Европада бар. Сондықтан соны нақтылап, осы тұрғанда біз өзіміздің салық комитетіне көптен бері айтып жүрміз. Осы мәселеде елбасына айтылды. Тағы бір мәселе айтылған, елбасының бизнеспен айналысам, кәсіппен айналысам дегендерге жан-жақты оқытатын, өзің бизнес бастайын деген азаматтарға керекті инфрақұрылым құру. Бұл саламен де үкіметпен біз жұмыс тобын құрып жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан барлық саламен де пәрменді жұмыс басталды. Атамекен өзінің барлық жұмысқа қатысуға дайын. Тағы да бір елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жолдауында нақты атап кеткен мәселе, бұл мынау осы бизнес саласының Атамекен одағына байланысты ма, әлде басқа бір деме құрастар ма? Сондай бір міндет алдарға қойып отыр осы. Кәсіпкерлердің басын біріктіру. Осыған байланысты қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді атамыз айтып кеткен ғой, бірлік бар жерде тірлік бар деп. Нағыз сол кезең келіп туып тұр. Ол жаз айында елбасы кәсіпкермен келіскенде, күзде өзіңізбен сұхбаттасқан бұл әңгімені көтергенбіз, елбасы тапсырды. Үкіметпен Атамекенге осы жан-жақ тәжірибені қарап,
сонда айтып кеттік, Германия, Турцияның тәжірибесін айтып кеттік. Соның бәрін сараптап, біздің өзіңде елде сол сапарларда болдық. Айта кетсек, осы жыл басында сол Түрік палатасының басшысы келіп елбасы өзі қабылдады. Сол мәселенің қаншалықты елбасының сол мәселе көңіл болып жүргені өзі қабылдап, бізге тағы да нықтап айтты. Осы мәселені осы жылда шешіп, ұлттық палата құру керек. Яғни саяси шешім қабылданды елбасымен. Ендігі біз үкіметпен өз жұмыс тобы анықтап біттік. Келесі аптадан бастап өзінің процедурасы бар, заң қабылдаудың. Біз мынау мемлекеттік мекемелер аралық комиссиядан жүргіземіз, мына әділет министрлігі арқылы. Соның есеп бойынша сәуір айында бұл мәжіліске бұл заң жобасы жіберіледі деген ойымыз бар. Негізгі мақсат кәсіпкерлердің басын біріктіру, кері байланысты билік пен кәсіпкердің арасында орнату, кәсіпкерлер өзіне байланысты заңдар, нормативті актілер, өзіне байланысты жалпы бағдарламаларда өзінің ойын пікірін жеткізе алатын жағдайға жеткізу. Жергілікті жерде болсын. Әсіресе бұл мәселе мынау облыс орталықтарында, аудан орталықтарында ашып, сорада күшейту керек болып отыр. Өйткені нағыз қызу да өмір сөрде жүріп жатыр. Кәсіпкерлік сөрде жүріп жатыр. Сол азаматтарға барлық көмек көрсететін сервистік орталықтар ашу, оқыту. Сосын мына экспортқа шығаратын қазір кеден одағында болып жатқан жағдайларға байланысты біз әр кәсіпкердің қазір қандай жағдай екенін білуіміз керек. Қазір байқасаңыздар, көп жерде әңгіме шығып жатыр. Мына кеден одағында ұтылып жатырмыз, қиын болып жатыр. Беларусь пен Ресейдің кәсіпкерлер мықтылау, қабілеттігі мықтылау деп әңгіме шығып жатыр. Ол да бар, рас. Бірақ қазір бірде-бір салада не болып жатқанын қамтып жатқан бір мекеме жоқ. Біздің атамекенде күшіміз жетпейді. Өйткені біз әр кәсіпкер бізге мүше болғандықтан оның қандай жағдай екенін біле алмаймыз, оның статистикасын біле алмаймыз. Ал барлық кәсіпкер қамтығаннан кейін біз әр аудан орталығында, әр үлкен салада қай кәсіпорын қандай қиыншылық көріп жатыр, қай товарын өткізе алмай жатыр, немесе ана жақтан Беларусь немесе орыс кәсіпкерлерінің қандай қысым көрсетіп туралы біз көріп, үкіметпен соған шешім қабылдап отырамыз. Міне осы жағдайға жетуіміз керек. Сосын заңдарды, кәсіпкерлерге керек бар бағдарламаларды өзіміз тұжырымдап, сараптан өткізіп, үкіметке соған біз жеткізіп отырмыз керек. Тағы телефон сұрақ бар екен көрерменнің. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум сәлем, айта беріңіз. Құрметті Абылай Исабекұлы, мен сізге қояйын деген Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Серікбаев деген кәсіпкер. Бірінші мен қояйын деген бұл елбасы өткен жылғы бір сөзінде айтқан, жаңағы Атамекен ұлттық экономикалық палатасының аудан қалалық жерлерде филиалдарын ашып, соның материалдық базасын жақсарту. Сол бойынша қазір қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр осы мына аудандық филиалдарда? Себебі жаңағы көп информацияның бәрін, мағлұматты осы Атамекен ұлттық экономикалық палатасы арқылы алып отырмыз ғой. Сол бойынша екінші сұрағым, біздің ауданымызда шағын несие ұйымы бар. Міне 2 жыл болды, елбасы айтты, мына шағын несие ұйымдарына несие беріп, халықтың әл-ауқатын жақсартуға. Біздің қазір шағын несие ұйымына көптеген адамдар келіп айтып жатыр, вот елбасы мынандай бағдарламаларды істеді, сіздер неге бермейсіңдер деп. Біздерде алатын жер жоқ. Сол мәселелер бойынша қалай шешуге, кімге хабарласуға болады? Рахмет, дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Біз өткен жылдан бастап жергілікті жердегі жұмысты қолға алып жатырмыз. Барлық облыс орталығында нақты біздің филиалдарымыз ашылды. Бәрі қазір пәрменді жұмыс жасап жатыр. Моноқалалар ашып жатыр ғой. Соның ішінде моноқалалар, оны айтып кетсек, бір өткен жылы Жаңаөзенде аштық. Қазір мына Сатпаев, Жезқазған, Риддер қалаларында ашып жатырмыз. Мына Қарағанды облысында Абай бар. Түркістанда да бар ғой деймін. Түркістанда да бар, барлық жерде қазір шамамыз. Оның бәрі әрине қаражат мәселесі. Біз енді қазір қоғам мекемелердің бәріне күшіміз жоқ, бірақ қолымыздан келгенше бар. Алматы облысында мысалы белсенділік танытып, барлық аудан орталығында қазір біздің өкілдігіміз бар. Орда кәсіпкерлердің өздері атамекенге сеніп, сол атамекеннің күшін, сол атамекенді пайдаланып, өкілі болып, сорада жұмыс жасап жатыр біздің филиалмен. Сондықтан бұл алдымызда қазір барлық жұмыс пәрменді жасалып жатыр. Осы жылдың аяғына дейін барлық аудан орталығында ашып бітеміз деп отырмыз. Бұл ашылған құрылымдар ұлттық палатаның ертең тірегі болайын деп отыр. Өйткені ұлттық палатаның негізгі мақсаты елбасы айтып отқан, біз әр ауылға жетіп соны жұмыс жасаңдар. Сіз айтып кеттіңіз сұрағыңызда, мынау микрокредит дейді, соны беру. Ол мына аграрлық жақында ғана үкімет өзінің бағдарламасын қабылдады. Сонда 300 миллиард теңге қазір қаржы бөлінеді. Биыл 100 миллиард теңгесі бөлінеді. Сол 100 миллиардтың ішінде негізгі қаражат тек үлкен компанияларға емес, осындай микрокредиттік организацияларға, сосын ауыл шаруашылық, өздерінің сельхоз товарищество істейді, кредитный, мына несие беретін, соларға қаржы бөліну мәселесі. Ол 5-6% қаржы бөлінеді. Яғни ол кәсіпкер одан 7-8% артық несиемен бермеу керек. Міне осы мәселе қаралып жатыр. Ал қазір мына микрокредиттарыңызға көптегі өздері нарықтан алады да, оның, конечно, сандары процент несиесі 27-30%-ға дейін барып жатыр. Сондықтан біз ол мәселе бізге де келіп жатыр. Осы жылды нағыз осы шағын несие беру саласында осы бағдарлама бойынша уже әр халық өзі көз жетеді деп ойлап отырмын. Абылай, барлығы түсінікті, жаңа қоятын сұрақтарымды қоюға болады.
өзің осы бизнеске қалай келдің? Себебі жақын арада менде осында Дина Сырғабаева деген қарындас болды. Өтірік айтпайын. Бір 2 күннің ішінде ол қарындасқа 2000 адам телефон шалды. Себебі тікелей осылай айтқан жөн сияқты. Әрбір адам өзінің күнделікті жұмысымен дәлелдеу керек. Осыған байланысты менің сұрағым, қалай осы бизнеске келдің? Мен кеше үкіметтің отырысында болдым, Абылай. Онда да мен неткенім енді осы бүгінгі мынау неге су тасқыны болуы мүмкін деген байланысты оңтүстік Қазақстан облысының әкімін тыңдады. Ол жерде асқар жауап берді. Бүгін келіп осы өзің Абылай өзің келіп осыны. Осы қалай келдің осы бизнеске? Бизнеске келген енді 92 жылы біз Мәскеу университетті бітіріп, өзіңіз бірге оқыған жігіттермен ол кеден үкімет құлады. Жаңа өзіміз егемді ел болдық. Нарық экономикасы пайда болды. Алдымызда үлкен мүмкіншіліктер ашылды. Сондықтан өзіміздің жас азаматтар кездесіп, 92 жылы біз өз елге белгілі 3-4 азамат болып өзіміз Алтын Алма деген концерн құрдық. Өздеріңіз білетін азаматтар, ол Тимур Құлыбаев бар, Серік Сұлтанғалиұлы бар, Есет Қосыбаев деген азаматтар, кейін өз елге белгілі министр болған, қазір көптеген қоғам. Сол кісілер бірігіп, мойнымызға бір осындай жауапкершілік алып, бизнесімізді аштық. Әрине, алғашқы бизнестің бәрін саудадан бастадық. Қиын да болды. Кейін мен өз еліме барып, сонда мақта саласында да бизнес ашып біраз жүрдім. Содан бері Түркістанда өзіміздің бір кішкене фабрикамыз қалды содан бері. Сол фабрика 170 адамға қазір жұмыс орнын беріп, мақтаның талшықтарынан 170 адам ғой, иә? 170 адам. Мақтаның талшықтарынан соны жинап алып, жаңа технологиямен мынау денсаулық сақтау саласына керекті мақтаны, бинттарды бәрін өзіміз шығарамыз. Толығынан. 95% бәрі өзіміздің отандық өндіріс деп атауға болады. Сондай кәсіпкер. Жалпы бұл жастарға қазір байланысты. Сіз айтып өте дұрыс. Біз қазір жастар ассоциациясы бар, кәсіпкерлер құрылған. Осы өткен аптадан бастап біз жоспар құрып осы жылға әр ай сайын жаңағы өзі ауыл жерден шыққан, қарапайым семьядан шыққан азаматтарды алып, солардың қала бизнеске келгенін лекциялар оқып, жергілікті студенттермен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Өткен аптада бірінші Назарбаев университетінде сол бірінші лекцияны өткіздік. Өзіміздің Қостанайда бір аудан тұрғын шыққан жерлесіміз, Ресейде қазір үздік кәсіпкер болып аталған Серікбай Бейсекеев мен шақырып едім. 1,5 сағат өте қызықты әңгіме болды. Жастар өте қызығу танып жатыр. Уақыт алмаған шығар, ол кісі енді қазір өте тығыз. Арнайы сіздер маған бір шақырып берсеңіздер келесі. Оған біз енді осы жұмысты әр ай сайын барлық аудан орталығында, облыс орталықтарындағы біз кәсіпкерлермен келісіп осы жұмысты жүргізсек дейміз. Өйткені жастар көру керек, халық көру керек. Анау кәсіпкерлік болып жүрген жігіттерді біздің арамыздан шыққан жігіттер. Егер ынтаң болса, қазір елде барлық мүмкіншілік жасалған, саясат та бар елбасының. Сондықтан тек адам өз орнынан көтеріп жұмыс жасау керек, ерінбеу керек. Енді меніңше, мінекей, өзің көріп отырсың, жаңа айтып қалдың, оңтүстік Қазақстан облысында бүгінгідегі үлкен мәселе болған сол кездердегі мақта болды дейсің ғой, да? Әрбір ауданның өзінің ерекшелігі бар ғой. Облыстың. Ол үшін ана болашақ кәсіпкер осы ауданға не керек, не бар осы ауданда? Соған байланысты бизнеспен шұғылдану керек қой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ұлттық палата не үшін құрып отырмыз? Бүгін ақпарат жетпейді. Мысалы, аудан орталығында Сарыағашта, Мақтааралда мақта саласында өсіп жатқан жігіттер бар, азаматтар. 300 мың, 200 мың халық тұрады. Ал сораға барып, жаңағы аудандық филиал ашылса, соларға ақпарат беру керек. Мына алдағы 5-10 жылда бізде мына сала дамиды. Осы саладан сен өзіңді ізден. Саған осындай біз мына қайқа түсесің, колледжге түсесің бе, біз саған көмектесейік. Ол мынандай маман алып шығасың. Немесе кәсіпкер болғың келе ме, кәсіпкер ашқың келе ме, алғашқы капитал керек па, оған да біз осы филиал көмек көрсетеді. Негізгі мақсат сол ұлттық палатаны. Әр өзін ізденіп кәсіпкерлік бастаймын деген азаматқа тірек болу керек. Ол ұлттық палата. Ұлттық палата деп атқан атының өзі де үлкен көріп отырсыздар. Нағыз ұлттық палата болу керек. Әр азаматты осы кәсіпкерлікке итереді. Кәсіпкерлік деген бұл үлкен зат қой, философиялық зат. Өйткені адам өзінің өмірі, өзінің отбасы үшін өзіне жауапкершілік алады. Жауапкершілік істейді. Тек қана мемлекеттен, үкіметтен күтпейді. Біз осы психологиядан айырылуымыз керек. Қазір бар жағдай бар. Елде мүмкіншілік бар. Сондықтан осы палатада осы үлкен жұмыс жасайды. Тағы да біздің қонағымыз. Тыңдап отырмыз сізді, құрметті көрермен. Ассалаумағалейкум, Абылай мырза. Айта бер. Мен Ахметбек Нұрсила деген мына Саржайлау кәсіпорны Қазақстанда. Бізде болғансың ғой сен, Нұрсила. Солай ғой. Иә, ұлттық сусындар мына қымыз шұбатпен, онген құрт ірімшікті өндіріп жатқан. Мына ауыл шаруашылығы министрлігінің сөзінде, өздеріңіздің сөздеріңізді телевизордан көріп қуанып отырамыз, бірақ осы қымызға деген өндіріске бәлемі миллиард ақша бөлінді деді. Соның жалғыз өндірішімен бір тиын осы алмай отырмын әлі күнге дейін. Осыны жандандырып, қазір біз Ресейге де шығарып жатырмыз. Қымыздың экспорт потенциалы бар.
бірақ мына ауыл шаруашылық министрлігі жағынан болсын, бірде-бір кредитке мен барып Қазагромен жолығып бизнес план бәрін ұсындым. Қымызға деген ақша жоқ дейді. Бұл енді анау күні Мамытбек жұма күні сөйледі, мен сол буквально кеше алдың күнде Қазагродан өзім хатыма жауап алдым бизнес план. Сіздің немеңізді қарадық. Үлкен, мысалы, саған 1 миллион болса, соған 1,5 миллион залог керек, оның өзін 12,5% ғана бере аламыз деп. Ал енді маған қазір мына коммерческий банкалардан алып отырмын мен, ешқандай неменесіз, РБК банк маған көмектесіп отыр. Оны даму арқылы 7-ге түсіруге болады. Сонда мен Минсельхоздан сұрайын да, бұл не деген көмек, сіздердің жасап отырған условияларыңыз мына жеке коммерческий банкідан да қиын болып отыр. Сонда рахмет Нұрсәлі, түсінікті Нұрсәлі, түсінікті. Дұрыс, мен жаңа басында айтып кеттім, несие мәселесі ең үлкен мәселе. Мен көп өңірлерде барып жүрмін, жақында Семейде болдым, Қызылорда, барлық жерде осы мәселе бірінші көтеріп жатыр. Ол жаңа айтып отырмын, өкінішке орай дағдарыс кезінде банкілердің жағдайы қиын болды, содан әлі шыға алмай жатыр. Сондықтан оған үкімет тарапынан көмек керек. Сіз жаңа айтып отқан мәселеңіз, өткен аптада бағдарлама қабылданды жалпы. Енді үкімет басшысы 1 айдың ішінде Атамекен, сосын ауыл шаруашылығы істейтін барлық ұйымдармен бірігіп, жаңа ауыл шаруашылық министрлігімен 1 айдың ішінде осы нақтылау керек бағдарламаны. Сіздің жаңа айтып отқан мәселеңіз дұрыс, 300 миллиард ақша бөлінеді отыр, оның 100 миллиарды осы жылы бөлінеді. Ол қай салаға жіберілу керек деген мәселе туады. Сондықтан біз сіздің айтқан ұсынысыңыз өте орынды. Осы 1 айдың ішінде жұмыс тобында біз ауыл шаруашылығына қымыз саласын, өйткені бұл қымыз өндіру өзіміздің ата-бабамыздан кеткен дәстүр. Қазір мысалы ауыл шаруашылығы жақсы мәселені көтеріп жатыр, мынау бұрынғы қой мәселесін көтеру. Сол кезінде мысалы 50 миллионға жоқ бас қойымыз болса, қазір соның аназ, қазір 35 миллион гектарға жуық сол қойларды жалатын даладағы жаңағы шөптерді, пастбищелерді қалпына келтіру мәселесі қолға алынып жатыр. Сондықтан сіздің қымыз мәселеңізді біз кіргізуге атсалысамыз, приоритетті жаңағы саланың бір ретінде. Екінші айтып кететінім, ұлттық палата кепілдік мәселесі қиын болып жатыр. Сіз несие бере алады, бірақ оған кепілдігін керек. Ауыл жерде не кепілдік қоясың? Атыңды қоясың ба, жеріңді қоясың, үйіңді қоясың, оның келмейді ғой банкке. Сондықтан жаңа мен Түркиядағы тәжірибе айтып кеттім, ұлттық палата құрылса, ол ұлттық палата сізге кепілдік береді. Сіз соның мүшесіз, сізге ешқандай кепілдіктер жоқ. Сіздің жаңағы істеп жатқан жұмысыңызды ұлттық палата ауданда көріп отырып, ұлттық палата сізге банкінің алдында сізге жауапкершілік береді де, сіз сол несиеңізді ала аласыз. Сондай жеңілдік сізге туайын деп отыр алдағы уақытта. Жақсы, абла, бұл үлкен жаңалық. Енді мына Евразиялық экономика кеңеске кіргіздік қой біз. Ал Ресейдің товарлары, Беларусьтың товарлары бізде көп. Соған байланысты кейбір жерлерде кәсіпкерлердің арасында, отандық кәсіпкерлердің арасында бір ауыз-түйіс әңгімелер жүріп жатыр. Осыған енді бір мемлекет тараптан бір көзқарас болу керек қой. Не істеу керек кәсіпкерлер осыған байланысты? Өте өзекті бір мәселені көтеріп отырсыз. Ол да біздің көкейтесті мәселе, күнделікті қарап жүрген. Әрине, алғашқы егер 1-2 жылдың статистикасын алсақ, біз шикізат көздерін шығарамыз да, ал дайын тауарлар бізге Ресей мен Беларусьтен көп келіп жатыр. Оның өзінің себептері бар, бірақ оған үкімет тарапынан көңіл бөліну керек деп ойлаймын. Біз осы мәселені жаз айынан бері қатты айтып келе жатырмыз. Мына үкімет тарапынан тек жиын, жаңағы бір дөңгелек стол қояды да, сонымен бітеді. Ал бұл күнделікті жұмыс болу керек. Қай салада не ұтылып жатырмыз, нағып ұтылып жатырмыз, кімге көмек көрсету керек. Немесе егер Ресейдің товарлары бізге ешқандай кедергісіз келсе, нағып біздің товарларымыз ойға бара алмай жатыр. Егер кедергі болғаннан кейін ол барымызға бірдей жағдай туу керек қой. А өкінішке қарай кейде қарасаң, біздің кәсіпкерлер соны айтады, Ресейге жаңағы затымыз өткізе алмаймыз, өйткені бір сертификат алып кел деп айтады. Немесе қазір мынау енді жақсы тақырып шығар, мына ішкілік мәселесі мысалы, спирт мәселесі. Оны қазір Ресейге лицензиясы қиын. Оның егер транспорты да сол тасылайтын, сіз шекараға дейін Қазақстан Ресейден алып келесіз өзіңіздің транспортын, сосын лицензияландырылған транспортқа оны артуыңыз керек сорада. Мәселе қандай кедергілер туып жатыр. Немесе мына Роспотребнадзор деген бар, қарайтын. Олардан мықты мекеме.